Жалпы көшпенділер ойындарынан бастайықшы бірден. Финал, жалпы енді айтып жатырмыз ғой, көкпар бәсекесінде кішкене дау-дамай бар. Ал енді көкбөрінің финалында шамамен есеп 4-10 болғаннан кейін Қырғызстан командасы жеңіске жетті. Бұл жерде ешкім ешқандай сұрақтар жоқ. Енді бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз, бұл жерде жалпы сіз Қырғызстан чемпионатында да жалпы көп болғансыз, сізді жалпы қырғыз гуйырмандар дейді ғой, қырғыздар, қырғыз көрермендер жақсы таниды сізді. Осы орайда біздің мақсатымыз осы қазақ пен қырғызды ұрыстыру емес, керісінше басын біріктіру, бұрынғыдай жаңағы етене жақын араласып, мына құрметті қырғыз елі, құрметті қазақ елі, осылай осыған дейін де қалай жақсы араласып келдік, солай да ары қарай достығымыз ажырамасын деген ниетте түсіріп жатырмыз. Енді финалды айтып кетсек, сіз финалды көрдіңіз, Астанаға бардыңыз, иә? Астанаға көкпар бәсекесі. Көруге бардым. Қалай болды финал? Ойын жақсы басталған негізі қазақ тараптардан. Біздің Қазақстан құрамасы ойынды жақсы бастады. Сонымен тактикасын өзгертті қазақ құрамасы. Ернат Мәлімбай деген бала жекпе-жекке шығатын бала еді. Сол нападениеге шықты. Сол дегенде енді біздің Қазақстанның бапкері ойлағандай болды ғой деймін. Сол баланы тактикамен шығарды. Сол бала бірінші көкпарды алды да, жаңа Серке дейді, муляжды алды да. Бірінші атака болды. Сонымен қазақтар біз Қазақстан құрамасы бірден ұрғып шотты ашты. Біз бәріміз қуанып қарап тұрдық. Ойын сондай орташа жалғаса берді. Бірақ біздің Қазақстанның жекпе-жек аты болмады. Бізде басқа тактикамен шықты. Енді маған ешкім айтқан жоқ ол тактиканы. Менің көруім бойынша қазақтардың тактикасы один-один ат болмағаннан жекпе-жек ат дейді. Қырғыздың аттарын бір ұрып, олай ашылған кезде сол көкпарды алып басып кетемін деген тактикамен шықты ғой деймін қазақтар. Өйткені ойын басталғаннан сол тактиканы Ернат Мәлімбай деген Әулиеата құрамасының баласы, қазір Қазақстан құрамасының ойыншысы дейміз ғой. Сол бала солай бастады ойынды. Қырғыздың жекпе-жек аттарын енді мойындау керек, ол жекпе-жек аттары мықты болды. Бірақ номер 1 аттары Аватар деген атын алып келмеді, басқа Сусамыр, Фаворит деген басқа аттарын алып келді. Сонымен бірінші тайм қырғыздар көз ашылмаған жерде 3-1 қылды. Счетта 3-1 болды. Сонымен біз ойланып қалдық ар жақта отырып, не болады екен қазір, бірақ тайм қалды ғой деп. Деп едік, екінші таймда бірақ мен өзім ойынды айтатын болсам, мен ешкім мені не істеген жоқ, мәжбүрлеген жоқ. Өз ойымды айтамын. Жекпе-жек тұрғызған кезде жаңағы судья дейді, төреші. Мен түсінетін ойын болғаннан жекпе-жек мен 10 жылдың көлемінде шауып отырмын жекпе-жекті. Екі жақта дұрыс тұрғызу керек еді. Екі жақта анандай домалақ сызық болады. Білмеймін қанша, бір 5 метрлік сызық болады. Сол жерде арасында 3 метрде ме, 4 метрде екі жақта екі сызық болады. Екі атты солай тұрғызу керек та, тұрғызып қарама-қарсы қойып ысқыру керек. Бірақ олай дұрыс істемеді сон төреші. Біз қырғыз тарапты былай оралай ары бұрыл, бері бұрыл деп тұрған кезде ысқырып жіберіп жатты да, қазақтар біздің қазақ құрамасы алып кетті көкпарды. Алып кетіп отыр. Сонымен бір кезде елдің бәрі, мен ғана емес, бүкіл трибунада отқан елдің бәрі айтып отыр, неге судья дұрыс істемей жатыр, жекпе-жек дұрыс тұрғызбай жатыр деді. Сонымен жаңағы бір қырғыз Ерсұлтан деген бала жекпе-жекте тұрды да, наразысын айтып отыр енді, мен де ойыншы болсам айтамын, дұрыс тұрғызыңыз деп судьяға. Екі жақты бірдей қараңыз, дұрыстап тұрғызыңыз деп айтып тұр еді. 16 удаление жіберді, бағынбады депші судьяға. Енді басқа мен енді қолдан тартқан, оны бәрі көрді, қолдан тартқан, ұр жіберген бәрін көрдік оны, бірақ мен повтордан көрдім, телефонға жаңа көкпардың чаттары бар, сояқта отырам, сөйерге келді, видео келді. Ол екінші таймның ортасында келді, видеолар сояқтан көрдім. Маған тек қана көрінгені төрешінің жаңағы жекпе-жек дұрыс тұрғызбағанды. Сол жерден енді төреші дұрыс істемеді енді оны. Жақсы.